Құрметті Құлқұдық ауылының тұрғындары, үлкен кіші азаматтар және азаматшалары, мынау киелі мекен Құлқұдықтың 100 жылдық мерейтойы баршаларыңызға құтты болсын. Талаптарыңыз оң болсын, зияраттарыңыз қабыл болсын. Қасиетті мекен Құлқұдық менің келін болып келген жерім, бақытымды тапқан жерім, ата-баба жатқан жер. Дүбірлі тойларың құтты болсын. Келіңіздер, көріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Ата-баба рухына тағылып, ұрпақ парызы атауымен өтетін ас және Құлқұдық ауылының ресми түрде ауыл мәртебесін алғанына 100 жыл толуына байланысты өтетін мереке құтты болсын. Ата-баба, әке-шеше рухына Құран оқып, зиярат етуге Алла нәсіп етсін. 100 жыл емес, 1000 жылдық тарихы бар Құлқұдық ауылдағы кәусар бұлақтардай ұрпақтарыңызбен 1000 миллион жасауға Алла жазсын. Әркімнің ата-бабасы, әке-шешесі өзіне бір, туған жері өзіне ыстық. Бұларға қанша қызмет етсек те көптік етпейді. Осы асты өткеруге ат салысып жатқан барлық ауылдас бауырларыма және бүгінгі күнгі Құлқұдық ауылының тұрғындарына үлкен рахмет айтамын. Қолға алған қайырымды істі абыроймен атқарушыға Алла нәсіп етсін. Бәрінде де осы іс-шараның ұйымдастырушылардың бірі ретінде тойға шақырамын. Ауылға кел, ауылдас, ауылға кел, күтіп отыр өзіңді ауылда ел, жусан басына ырғалтып, кеше қыздай құба жоннан еседі құбылған жел. Сағынышты кеудеңе келші жиып, туған жерге тағзым ет басың дейіп, көзге ыстық ауылдың таумен тасы алатаудай көрінер бізге биіктеп, жергіз ақынын жырлағандай, ауылға кел ағайын, ауылға кел. Сәлем Тәуелбай елім, Құлқұдықтағы ауылдастарым, ағайын туыс бауырлар. Құлқұдық ауылының 100 жылдық ғасыр тойы құтты болсын. Талаптары оң болсын, той тойласын, зияраттары қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті Құлқұдықтық ағайындар. Міне жақында мен Құлқұдықтың 100 жылдығына байланысты өтетін той мерекеге шақыруға талып қуанып қалдым. Мені сыйлап, сөйлердің азы көпті дәм-тұзын татып, еңбек еткенді еске алып, ұйымдастыру комиссиясы шақыруға жіберген екен. Үлкен рахмет. Барлығыңызға құтты болсын айтамын. Бұл Құлқұдық киелі белгілі жер. Не только Тамды район, бүкіл республика жан-жаққа белгілі болған жер. Бұл жерлерден небір азаматтар, небір еңбек ерлері, республика белгілі азаматтар, оқымысты кісілер осы Құлқұдықтан келіп шыққан. Мен де сол жердің азды көпті жүздамын тартқанмын. 5 жылда еңбек еттім. Мен де төбем көкке жетіп жатыр, қуанып жатырмыз. Аманшылықта кездесейік, тойда кездесейік, бірге пікірлесейік, өткен кеткенді еске алайық.